Әбжан Сәрсенбайұлы 1952 жылы 15 ақпанда Торғай облысы Жангелдин ауданы Қаракөл ауылында қарапайым отбасы Сәрсенбай ата мен Зейнеп анамыздың шаңырағында дүниеге келген. Әбжан 7 ағайынды, бауырларының арасында 5-ші перзент еді. Әбжан бала кезінен музыкаға әуес болады. Үлкен ағалары Нағашыбай мен Нағымжанның іліп қоятын қара домбырасын алып, жасырын ойнап жүреді. Үйіне Партсиез ауылынан қонақ болып келген нағашысы Тоқтардан соңынан қалмай жүріп домбыра үйренеді. Есту қабілеті, зейіні зор бала әп-сәтте бірнеше күйді жаттап алады. Сөйтіп алды жасында бала күйлерді мүдірмей ойнайтын болады. Кейін домбырамен бірге мандолин аспабында меңгеріп алады. Мектеп қабырғасында жүріп, мектепшілік, мектепаралық жарыстарға қатысып, өз өнерімен таңыла бастайды. Өсе келе, музыкаға жаны жақын Әбжан 8-9 сыныптарда баян аспабында ойнап, ән салып жүреді. 1969 жылы 10 жылдық мектепті аяқтай салысымен отан алдындағы борышын атқаруға қызметке алады. 2 жыл әскери борышын ойдағыдай өтіп келген Әбжан 1971 жылы өз еліне оралады. Ауылдың жиын-тойларында жүрген жерінде қолынан қара домбырасы мен баянын тастамай думандатып жүріп, азғантай уақыт туған ауылында ән күй пәннен сабақ береді. Бойындағы музыкаға деген махаббаты Әбжанды жетелеп 1973 жылы Алматы қаласындағы Республикалық эстрада және цирк студиясына домбырашылар даярлайтын бөліміне алып келеді. Өнер қабырғасында оқығанда Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, консерватория профессоры Мұхитов Құбыш Әшімұлынан дәріс алып, домбыраның қыр-сырын тереңірек үйренген кәсіби маман болып шығады. Музыкалық білімін жетілдіріп келген жас маман туған өлкесі Торғай жерінің орталығы Арқалық қаласының облыстық филармониясының жанынан 1974 жылы ұлттық өнеріміздің жанашыры, патриот, аяулы азаматы Өзбекәлі Жәнібековтің басшылығымен құрылған республикамыздағы тұңғыш фольклорлық этнографиялық ансамбльдердің алғашқы қарлығашы Шертер ансамбліне жұмысқа орналасады. Ұмыт болып бара жатқан халқымыздың көне аспаптарын жаңғыртып, музыка, ән, жыр, күйлерін жаңа үнмен насихаттауда Шертер ансамблі Қазақстанда жаңа құрылған ең жас, ең алғашқы өнер ұжымы болатын. Әбжанның осы ансамблінде атқарған еңбегі зор. Сахнадағы шеберлігі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, еңбекқорлығы арқасында көрермендердің көңілінен шыққан ықылас қошеметке бөленді. Ол Абылдың күйі Абыл, Құрманғазының Төремұрат, Серпер, Агинскийдің Полинезасы, Түрік маршы, Нұройса Тілендиевтің Аққу күйі шығармаларын өте жоғары кәсіби деңгейде орындап, халыққа жеткізушілердің бірі болды. Сол кездегі халықтың ерекше тыңдайтын күйі Ерке Сылғым шығармасы Әбжанның репертуарынан тұрақты орын алды. Әбжан ансамбль құрамында жүргенде Қазақстанның барлық қалаларында, үнді мемлекетінде, Жапон, Польша, Филиппин елдерінде гастрольдік сапарда болды. Осы ансамбльде еңбек ете жүріп, Әбжан 1980 жылы қазақтың белгілі әншісі Ғазиза Жұмекеновамен отау құрып, шаңырақ көтерді. Жанұяларында отбасының көз қуанышына айналған Жаңагүл мен Рауан атты қызғалдақтары өмірге келді. Алайда тағдыр жазуы олар. Үлкен қызы Жаңагүл 2001 жылы мамыр айының 18 күні дүниеден озды. Әбжандай дарынды талант үшін 2 жылдық эстрада студиясынан білім алғаны аздық етті. Кәсіби деңгейін әлі де шыңдау үшін тереңірек білім алуға бет бұрды. Күй құдіреті кеудесін кернеген Әбжан Арқалық музыкалық училищесіне оқуға түсіп, кейін Қазақтың Құрманғазы атындағы консерваториясының домбыра бөлімін сырттай оқып тәмамдады. Оқуды аяқтаған соң, өзі оқыған Арқалық музыкалық училищесінде домбырадан сабақ бере бастады. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген қағиданы ұстанған, ұстаздық қызметті мақсат тұтқан Әбжан Сәрсенбаев бойына жинаған бар қазына білімін шәкірттерінен аяған емес. Ұстаздық кезеңі шығармашылығының ажырамас бөлігіне айналған Әбжанның шәкірттері республикалық сайыстарда өзі оқыған училищенің ғана емес, жалпы Торғай облысының намысын қорғап, үнемі биіктен көрініп, жеңімпаз болып оралатын. Әбжан ұстаздық қызметінде Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында және Арқалық музыка училищесінде, қазіргі Назипа Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінде домбыра класынан сабақ беріп, қазақ күй өнерінің дарынды жастарын тәрбиелеп шығарды. Халқына ширек ғасырға жуық қызмет жасаған өнер иесінің репертуарында 150-ден астам күйлер мен шығармалар болды. Саналы ғұмырын өнер туындысы өмірі түсінудің кілті деп
ұстаздық жолға арнаған әбжанның 100-ден асақ шәкірттері Қазақстанның түкпір-түкпірінде қасиетті домбыра, ғажайып күй өнерін жалғастырып келеді. Облыстық, республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, үздік орындаушылық жетістіктермен көзге түсіп, күмбірлеген күй, жыр додаларында бас жүлде иегерлері атанды. Әбжанның жан дүниесі тумасынан көпшіл, мейірімді, қолынан келген көмегін жақын туыс, достардан, ағайыннан ешқашан аямайтын. Тағдырдың жазғаны болар, бірге тумақ болса да, бірге жүрмек жоқ екен дегендей, туған бауырлары, аға-інілері өмірден ерте озды. Жүрегі мейірімге толы, жанашыр Әбжан бауырларының балаларына әкесіндей қамқор бола білді. Үнемі жауапкершілігіне ала отырып, бәрінің білім алуына, өмірде одан әрі қанат қағып өсіп өркендеуіне, азамат болып қалыптасуларына зор еңбек етті. Әбжан еңбектен ешқашан қол үзген емес. Өмірінің соңына дейін өзінің сүйікті мамандығы домбырадан сабақ берумен өтті. Соңғы демі қалғанша халқынан, шәкірттерінен еңбегін аямады. 2021 жылы 27 шілдеде күйші жүрегі соғысын тоқтатты. Әкеме арнау. Есімің өшпес мәңгі санамыздан, естерік болсын жырым балаңыздан. Алланың ақ бұйрығы келген күні, алыстап кеттің, әке, арамыздан. Алладан дұға тілеп атыңа мың, жанымды қайғы мұңға батырамын. Жан әке, жатқан жерің жарық болып, торқалай жұмсақ болсын топырағың. Дүниеге келеді адам, кетеді адам, кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма? Өзі берген өмірін өзі алған. Не істеріміз біз? Өмірге бақынамыз. Еске алып бір өзіңді жабығымыз. Сол бір асыл бейнеңді жана кетай, аңсаймыз да бәріміз сағынамыз. Жоқтығың жаныма мұң толтырады, дұға құлам болса пейіш деп тұрағы. Құлағыма домбыраның үні келсе, әкем қайта оралғандай боп тұрады.